Ассалаумағалейкум баршаңызға. Өздеріңіз білетіндей, мен осыдан бір жеті бұрын дұрыс тамақтанып, артық салмақпен күресуді бастап кеткен болатынмын. Көзді ашып жұмғанша бір апта өтті де кетті. Дұрыс тамақтануды бастағалы жайлап, артық салмағымнан арылып жатырмын. Бірден бір бастаған себебім қан қысымым жоғарылап кеткен еді. Қазір бұрынғысынан қарағанда кішкене болса да төмен түсіп жатыр. Дұрыс тамақтанудың бір дұрыс жері, салмақты бірден тастамайсың, аздап тастайсың. Мен бастаған кезде салмағым 123 килограмм, 900 грамм болғандығын қазір мына видеода көресіздер. Қазір осы видеомның соңында сіздерге қанша салмақ тастағанымды видеомен бөлісіп көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Тағы да менің осы жаңағы артық салмақпен арылу бағдарламам сіздерге ұнап жатса, болашақта көргілеріңіз келіп жатса, қалай болған жетістіктің мына парақшаға тіркеліп қойыңыздар. Подписаться дегенді басып қойсаңыздар, және де астында қоңырауды басып қойсаңыздар, сіздерге уведомлениемен келіп тұрады. Мен әр аптада осы жетістігіммен сіздермен бөлісіп отырамын. Жаңағы артық салмақпен күресіп жатқандар болса, бірге артық салмақпен күресейік. Мен қазір мына 2,5 мың килокалория дейді ғой. 2,5 мың калория жеп отырмын күніне. Негізі бірден аз калория жеп бастап кетсең де болады, тез тастауға. Бірақ мен олай істемей, жаңағы әсте тастағым келіп жатыр. Жаңағы енді оқығаным бар, білгенім бар, естігенім бар. Әсте тастаса, салмақты сақтап қалуға болады дейді да. Сол қазір енді осы бір 10 күннің ішінде осы 2,5 мың калорияны қолданып жүрсем, одан кейін жүруді бастаймын. Әсте жүріп километрлерді қоса берсем, қазіргі менің салмағымда жүгіру ол не оптимальный вариант дейді ғой. Қазіргі осындай ауыр салмақпен, артық салмақпен жүгірсең, тізе буындарына салмақ түсіп, ауыруы мүмкін. Сол үшін жайлап жүріп бастау керек. Енді ары қарай салмағың 90 килограммға түскеннен кейін мүмкін жүгіруде де бастайтын шығармын. Негізгі цель, өздеріңіз білесіздер, негізгі цель 90 килограмм. Алла бұйыртса, осы жерде бөлісіп отырамын жетістіктермен. Сол 90 килограммға түсіп алсақ, былай бойым менің 175 сантиметр ғой. Негізі 175 стандарт, 75 или 10 кило былай, 10 кило былай дегенде, или 85 килограммға түсу керек. Енді 90-ға түсіп алсам, ар жағына 5 килограммды түссек, мүмкін ары қарайда артық салмақты құртуға, жандыруға тырысамыз. Қазіргі общий состояние дейді ғой, өзімді жақсы сезініп жүрмін, өте сергек сезініп жатырмын. Артық салмақ кеткен сайын өмірге дегенде көзқарасым өзгере бастап жатыр. Енді Алла бұйыртса, цель 90 килограмм. 90 килограммға жеткен кезде мүмкін одан сайын өзгеретін болармыз. Қазіргі жағдай осы. Мен бір аптаның ішінде 4 килограммдай салмақ тастадым. Қазір мына видеомен бөлсемін. 119-да 600 грамм. Алла бұйыртса, осылай жалғастыра берсем, примерно бір 2 айда 90 килограммға жетіп қалатын шығарым деген ниет бар. Енді бірақ әлбетте бірінші аптада адам тез артық салмақтан айырылады. Кейін ары қарай енді мүмкін жүруді көбейтеміз, сол қимылды көбейтеміз.
или калорияны түсіреміз, егерде енді тоқтамай жатса да, салмақ түспей жатса. Келесі аптада Алла бұйыртса сіздермен жетістігіммен бөлісіп отырамын. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Иммунитеттеріңіз жоғары болсын. Ауырмаңыздар. Келесі аптада менің парақшамда жүздескенше. Ассалаумағалейкум.